Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Imam Abu Hanifa rahimahullah Алла Тағаланың сифаттарын баян қылуға, Алла Тағаланың сифаттарын айтуға кірісті. Имам Абу Ханифа рахимахулла айтты: Алланың сифаты зәтилері, Алланың сифаты зәтилері мыналар. Алла Тағаланың сифаты зәтилері: бірінші хаят, екінші қудра, құдірет, үшінші илм, төртінші кәлам, бесінші сәма, алтыншы басар, жетінші ирада. Имам Абу Ханифа рахимахулла осы Алла Тағаланың зәти болған сифаттарын баян қылып жатыр. Зәти сифаттары: хаят, тірі болу; қудра, құдіретті болу; илм, білу; кәлам, сөйлеу; сәма, есту; басар, көру; ирада, қалау. Осы сифаттары Алла Тағаланың зәти сифат деп аталады. Зәти сифаттары. Бұл зәти сифаттары бір жаңа зәти және әзәли деп те айтылады. Әзәли деп те айтылады. Әзәли деген ежелден бері деген. Ежелден бері, бұрыннан бері, ежелден бері басы жоқ деген сөз. Бір уақытта пайда болып қалған жоқ. Алланың сөйлеуші деген сипаты бір кездерде пайда болып қалған жоқ. Естуші деген бір уақытта пайда болған жоқ. Бұрыннан бері Алланың осы сифаттары бар. Естуші, көруші, сөйлеуші, білуші деген Алланың сифаттары, зәти сифаттары, олар әзәли. Және Алла Тағала осы зәти сифаттармен сипатталынған. Және де Алланың қайсы бір сипатын алып көретін болсақ, ол сипатының ішінде қудра деген сипат болады. Мысалы, Алланың көруші деген сипатын алыңыз. Алланың көруші деген сипатында, көруінде шек жоқ, бұл Алланың құдіреті. Есту, сөйлеу, қайсы бір сипатын алыңыз, Алла Тағаланың қайсы бір сипатын алыңыз, сол сипаттардың ішінен барлығында да қудра, құдірет деген сипаты бар. Бірақ Алла Тағаланың қадир, қудра деген, құдіреті деген өзінше бір сипаты бар. Негізі Алланың құдірет деген сипаты, құдіретті деген, қадир бүкіл нәрсеге, Алла қадір бүкіл нәрсеге деген осы сипаты бүкіл сипаттардың ішінен табылады. Көру, есту, ирада, бүкіл барлығында бар. Бірақ сондай болса да қудра деген, қадир деген Алла Тағаланың өзінше тағы бір сипаты бар. Тағы бір сипаты бар. Бұл Алла Тағаланың өзінің сипаттарында кәмәл, толық екендігін білдіреді. Толық екендігін білдіреді. Және сол Алла Тағаланың сипаттарының мағынасында ешбір шек жоқ. Сол секілді хай және қайюм, Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қайюм. Хай және қайюм екеуі біріне жақын мағына. Хай деген тірі, қайюм деген әрдайым болып тұрушы деген. Қайым болып тұрушы, тұрып тұрушы, яғни бар болып тұрушы деген. Бар болу, тірі болу деген екеуінің мағынасы бір. Бірақ екеуінің мағынасы да бір болса да, Алла Тағала хайға деген сипаты бар, қайюм деген сипаты да бар. Хайюл қайюм. Сол секілді әрбір сипаттың ішінде басқа бір сипаттың мағынасы табылса да, Алла Тағала өзінің сипатында толық кәмәл екендігін білдіру үшін сол сипатын екінші өзінше бір сипат қылды. Алла Тағаланың илм деген сипаты. Илм деген Алланың илм, ең бірінші илм деген сипаты, бұл әзәли сипат. Және Алла Тағала осы илм деген сипатымен әзәли де және зәти де. Алла Тағалаға бүкіл нәрсе ашық, айқын. Ешбір нәрсені Алла Тағалаға махфи, жасырын емес, білмей қалмайды. Бүкіл нәрсені біліп тұрады. Бүкіл нәрсені біліп тұрады. Алла Тағала маужуд болған, бар болған нәрсенің де
және бар болатын нәрселердің бәрінде Алла білуші. Жоғарғы болсын, төменгі болсын, алдыңғы, артыңғы, енді пайда болатын, бұрын пайда болып кеткен, жасырын, ашық болған бүкіл нәрсенің барлығын Алла тағала білуші. Алланың білуші деген, илм деген сипатында ешқандай тосқауыл, шектеу жоқ. Жүз'i мәселелерде, күлли мәселелер, жүз'i деген майда мәселелер, күлли деген үлкен мәселелер, маужудат пайда бар болған нәрселер, маъдудат жоқ болған нәрселер, мүмкін нәрселер, мүмкін емес нәрселер де Алла біледі. Мүмкін емес, ақылға сыймайтын нәрселерді де Алла тағала біледі. Және осы нәрсенің барлығын білуде Алла тағала ихата, юхитуна бишайин мин. Ихата бәрін өз ішіне орап алады. Яғни Алла бәрін біледі деген сөз. Әрбір нәрсені Алла тағала білген кезде уақытынша біліп қалмайды. Ол нәрсені мәңгілікке біледі Алла тағала. Адамда да илм деген сипат болуы мүмкін. Бірақ ол илм деген сипаты ол әзәли, мәңгілік, ежелден бері емес. Адамның илм деген сипаты бір қайсы бір уақыттарда пайда болған. Яғни ол 20 жасқа, 30 жасқа келген кезде ол алим болды. Немесе ол 6 жасқа келген кезде, 4-5 жасқа келгенде алим болды. Оған дейін дым білмейтін, мысалы сәби бала атында білмейді, өзінің жасында білмейді, 3-тегі, 4-тегі бала. 5-ке келді, ол илм пайда болды ода. Яғни махлуқта илм пайда болады. Аллада илм деген ол пайда болған, жаңадан пайда болған сипат емес, ол ежелден бері келе жатқан сипат. Ал адамда жас жағынан болсын, кейіннен пайда болған болсын, немесе ол ілім алып жүріп, ілімді болып атанған болса да, адамның ілімі ол шектеулі. Және сол бар болған ілімі ол хадис пайда болған. Және ол да шектеулі. Ол естен шығып қоюы мүмкін, ұмытып қалуы мүмкін, немесе ілімді болып жүріп, ілімсіз болып қалуы мүмкін. Яғни жахил болып, ақмақ болып қалуы мүмкін. Немесе жаттағанын ұмытып қалуы мүмкін. 80-90 100-ге келген кезде адам алжып бастайды, жаттағандарын есінен шығарып қояды деген секілді. Қысқасы, илм деген адамда сипат бар, ол уақытынша, әрдайым емес, мәңгілік деген нәрсе істетілмейді оларға. Адамның илм деген сипаты инсанда ол ажырайтын сипат. Ал Алла тағаладағы илм деген сипат ол Алладан ажырамайтын сипат. Және ол әзәли, ежелден бері бар. Алла тағала сол илм деген сипатпен сипатталған, алим, бүкіл нәрсені біледі. Және ол нәрсе бір уақытта пайда болып қалып, бір уақытта кетіп қалатын нәрсе емес. Алла өз сипатында азим. Бір күні имам Абдул-Азиз Макки рахимахулла. Абдул-Азиз Макки рахматулла алейхи. Меккенің имамы болған Абдул-Азиз деген үлкен бір ғалым өткен Меккеде. Имам Шафиғи рахимахулланың заманасы. Имам Шафиғи рахимахулламен бірге өмір сүрген, бірге илімдерде, мәжілістерде бірге болып жүрген адам. Бір күні имам Абдул-Азиз рахимахулла имам Шафиғи рахимахулламен бірге бір мәжілісте болды. Сол бір мәжілісте болған кезде бір адам имам Абдул-Азизді мен таласып, оның бір дәрежесін, беделін түсіруді қалайды. Имам Шафиғи рахимахулла ол өз бетінше үлкен ғалым кісі, ол ұстаз үлкен. Ал имам Абдул-Азиз бұл Меккедегі Әл-Харамның имамы болған. Енді ондай лауазымда болғаннан кейін қызғаныш болады, көре алмау болады, басқа болады, әртүрлі жағдайлар болады. Бір адам бір үлкен мәжілісте имам Шафиғи менен имам Абдул-Азиз Макки рахматулла алейхи екеуі бір мәжілісте отырғанда бір адам келіп, оған Алла тағаланың илм деген сипаты туралы көптеген сұрақтар қойып бастайды. Және оның сұрақтары адамды шатастыратын қойтырқы сұрақтар деп айтады. Алла тағала инсан, махлуқтарда Алла тағала бәрін біледі ғой, иә, Алла бәрін біледі. Алла тағаланың илм деген сипаты бар ма? Иә, Алланың илм деген сипаты. Бүкіл бәрін біледі. Иә, бүкіл бәрін біледі. Бүкіл бәрін білетін болса, онда Алла тағала қабірде Накир Мұнкарға неге сұрақ қойдыртады? Егер Алла бәрін білсе, есеп, хисап не үшін болады?
Алла тағала о дүниеге барған кезде неге сұрақ қояды адамға? Махшарда бәрі жиналғанда, Алланың алдына барған кезде есеп болады. Сол нәрселерді неге Алла тағала қояды? Егер Алла бәрін білетін болса, өтіп кеткенді, келер күні бәрін Алла тағала білетін болса, ондай неге неге ондай сұрақтар қояды деді. Және соған ұқсас басқа да көптеген сұрақтар қойып басып, ол кісінің сұрағы сұрақ емес, иътирад, яғни сындыру үшін, дәрежесін түсіру үшін соған ұқсаған бір құйтырқы сұрақтарды қойған. Имам Абдул-Азиз Макки рахматуллахи алейхи былай деп айтты: қашан ілім деген сөз істетілген кезде жахил деген сөз бірге жүреді. Ілім деген жерде ілімсіздік деген сөзде болады. Білу деген кезде білмеу деген мағыналар болады. Алла тағала Құран-ы Кәрімде қанша жерде өзінің алим екендігін, білуші екендігін сипатын айтып мақтанған жерлер өте көп. Алла тағала құдіретті, Алла ұлық, Алла ғана біледі деп Алла Құранда көптеген аяттар келеді. Алла білуші деп. Бұл мақтау, мақтау. Енді Алла тағала өз Құранда немесе пайғамбарымыз Алла тағала мақтаған кезде ілім, сен бәрін білушісің, ілім деген сипатымен мақтаған кезде білмей қалмайсың деген сөзбенен мақтамайды. Немесе Алла тағала білмей қалу деген нәрсе жоқ деп мақтамайды. Әдетте екі сөз әрдайым қарама қарсы болған сөз бірге жүреді. Ақ деген сөздің артында қара деген сөз бар. Жақсы деген сөз айтылса, жақсы емес, жаман деген сөздер істетіледі. Үлкен деген сөз істетілсе, кішкентай деген сөздер болады. Осы қарама қайшы болған антоним сөздер әрдайым бірге жүреді. Адам баласына ілімді, ғалым деген сөз істетілсе, ілімсіз деген сөздер де бар болады. Мысалы, кейбір адамдарға мына кісі ілімді, мына кісі ілімсіз, мына кісі ақ, мына кісі қара, мынау үлкен, мынау кіші. Яғни қарама қайшы болған сөздер әрдайым бірге жүреді. Және сен бір адамды мақтайтын болсаң, сен адамды жақсы сипатпен мақтайсың, және жаман сипатты ол адамнан пәктеп мақтайсың. Мысалы, сізде қара, сізде жаман ой мүлдем жоқ сізде. Бұл мақтау болады мақлуқтарда. Түсінесіңдер ғой? Жақсы, жаман, ақ, қара. Енді мақлуқтарды мақтаған кезде сол ақпен де жақсымен де мақтайсың, және жаман жақтарды жоққа шығарумен де мақтайсың. Сіздің ойыңыз таптаза ғой, сізде жаман ой жоқ қой, мен білем. Немесе сізде қара нәрсе жоқ, немесе сіз жоқ, жаман сипаттарды ол адамнан да жоқ қылып тұрып мақтайсың. Бұл мақлуқтарға хас болған нәрсе. Ал Алла тағала мақталған кезде Алланы ұлық сипаттармен мақталады. Ұлық емес, кемшілікті сипаттарды Алладан жоқ қылуменен мақталынбайды. Түсінесіңдер ме? Мысалы, Алла тағала ұлық деп мақтаймыз. Алла ұлық, Алла бәрін білуші, Алла тағала құдіретті дейміз. Алла тағала құдіретсіз емес деп мақтамайды ешкім. Алла тағала ұлықсыздықта жоқ, Алла тағала ондай нәрсе жоқ деп айтпайды. Олай ешкім мақтамайды. Олай мақтау да Алла тағала олай мақтау болмайды. Тек субхан дейміз, болды. Соның ішіне бәрі кіреді. Алла тағалаға кішкентай деген сөз істетілмейді. Ұлық деген сөз істетіледі. Енді сен Алланы ұлықтап мақтап атқанында Алла тағала әлсіз болмай қалмайды, немесе бір нәрсені білмей қалмайды емес, біледі деп мақтамайсың. Алла бүкіл нәрсені біледі дейсің. Яғни Алла тағалаға ілім деген Алланың сипаты бар. Сол Алланың ілім деген сипаты істетіліп атқан кезде, Құранда Алла тағала алим, бүкіл нәрсені білуші, Алла тағала ілім деп атқан кезде, немесе пайғамбарымыз Алланы ұлықтап атқан кезде, мақтап атқан кезде, жахил деген сөз істетілмейді. Құранда бір жерде де Алла тағала алим, жахил емес, алим деген жер келмейді ешқандай жерде. Тек Аллаға ілім деген сөзбен мақталынады. Алимун бизати судур, Аллаху алимун кулли шай, аля кулли шайин алим, алим деген сөз естіледі. Бүкіл жерде Құранда бүкіл аяттарда осылай деп келеді. Алла тағала жахил емес деген жер келмейді. Тек Аллаху, Алла тағала сендер қылған істерден ғафлет емес деген сөздер келеді.
Ол бізді ояту үшін айтылған. Алланы ilm деген сипатпенен мақталып отқан кезде, Алла тағалаға ilm деген сөздерді істетіп отқан кезде, жахил деген сөз бірге жүрмейді. Ал мақлуқтарда ондай сөз жүреді бірге. Мысалы үшін ғұламалар айтқан, адамдардың арасында мындай деген сұрақ қойылмайды. Ең бірінші ғалым кім? Ең үлкен ilmнің ең номер 1 ғалым кім болды екен деген сөз істетілмейді. Себебі Алла Тағала Құран-ы Кәрімде фауқа кулли зи илмин алим. Әрбір ilmдің үстінде бір ғалым бар. Әрбір ilmдің үстінде бір ғалым бар. Сіз қанша жерден ғалым болсаңыз да, сіздің білмейтін кейбір бір мәселеңіз бар. Тура сол мәселеңізді басқа біреу біледі, ал оның білмейтінін сіз білесіз. Сіздің білмейтініңізді басқа біреу біледі. Демек, әрбір ilmдің үстінде ilm де бар деген сөз. Бұл мақлуқтарға істетіледі. Жаратылыстарға осындай сөз істетіледі. Біреуге ilmді, біреуге ilmсіз деген. Біреуге біледі, біреуге білмей қалды, ұмытып қалды, есінен шығып қалды. Бұның бәрін біледі екен, есінен шықпайды екен, зейіні жақсы екен, есінен шығып қалады екен. Екі сөз бірге жүреді. Қарама қайшы болған екі сөз адамдарға, мақлуқтардың арасында бірге жүреді. Қанша жерден ғалым болса да, кейбір сұрақтарда ля адри, мен білмеймін деп жауап береді. Мен білмеймін деу ғалымның белгісі. Ал енді қараңыз. Инсанда ilm деген сипат бар. Қандай? Аллада ilm деген сипат болғандай. Бірақ инсандағы ilm деген сипат ля адри, білмеймін деген сөзбенен білінеді. Ғалым деп кімді айтамыз десе, ғалым деп мен білмеймін деген сөздер адамның аузынан шығып тұрған болса, әрдайым емес енді. Сұраған жауаптың бәрін білмеймін деп біліп тұрса да, ол адамның арасында кейбір уақыттарда білмеймін деген аузынан сөз шығып отқан болса, ол адам ғалым деді. Демек, жахил деген, білмей қалу деген сөзбенен білу деген сөз мақлуқтарда бірге жүреді. Бір адамда бірге болады. Ақ, қара, жақсы, жаман, үлкен, кіші, бүкіл бәрі бірге жүреді. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде қай жерде алим деген сөз етілсе, қай жерде ilm деген сөз Алла Тағалаға қосылған болса, Алла Тағала бәрін біледі. Алим, немесе аля кулли шайин алим деген секілді. Ilm деген сөз сетілген кезде Алла Тағалаға жахил деген сөз сетілмейді. Білмей қалды деген сөз жоқ. Алла Тағалаға білмей қалды деген сөз сетілмейді. Сол үшін имам Абдул-Азиз Макки рахимахуллаға осы сұрақтарды қою арқылы, енді Алла Тағала бәрін білетін болса, алдағы кейінгі бүкіл нәрсені білетін болса, онда махшарда қиямет күні неге сұрақ жауап болады? Қабірде 3 сұрақ қойылады. Неге Алла бәрін білетін болса, неге сұрайды ол нәрселерден? Деп сұраған кезде не болады екен? Алла Тағала имам Абдул-Азиз, имам Шафиғи рахимахулла сол мәжілісте бірге болды. Бірақ имам Шафиғи рахимахулла имам Абдул-Азиз рахимахулланың толық жауап бере алатындығына, ешқандай саспайтындығына сенімді болғаннан кейін имам Шафиғи рахимахулла үндеген жоқ. Имам Абдул-Азиз Макки рахимахулла жауап берді. Алла Тағалаға қашан ilm деген сөз сетілген кезде жахил деген сөз сетілмейді. Ол мақлуқтарға ғана хас нәрсе. Сол үшін егер Алла Тағала бір нәрсені қылған болса, сұраған болса, білмей қалды ма не деген сұрақ сетілмейді. Егер адамға бір сұрақ қойылып, ол жауап бермесе, немесе ол адам сұраса, сіз өзіңіз білмейсіз ба не деп сұрауға болады. Себебі шынымен адам білмей қалу. Қанша жерден ғалым болса да білмей қалу мүмкін. Немесе сен сұрақ қойғанда ол жауап бермесе, ол білмеу мүмкін. Ол инсан ғой, пенде, ол білмеу мүмкін. Алла Тағала егер бір мақлуқтан сұраған болса, ол білмей қалу деген нәрсе істетілмейді. Жоқ. Себебі Алла Тағала өтір, тақ. А біз инсан мақлуқ, біз зауж, яғни жұп. Бізге жақсы, жаман жұп бірге жүреді. Білет, білмейді деген. Алла Тағалаға жұп нәрсе жүрмейді. Алла тақ. Болды, білет, білмейді деген нәрсе жоқ. Егер Алла Тағала бір сұрақ қойса да, неге деп, немесе қалай, не үшін десе де, Алла білмегендіктен қоймайды оны. Алланың сұрағы махшардағы, егер пайғамбарымыз Айша анамызға айтты, Айша, егер сенің қауымың деді, енді әзілдесіп сөйлейтін, сенің қауымың, яғни менің үмметімнен есеп хисап болып жатқан кезде Алла Тағала неге қылдың десе, ол адам үшін өлім деді болды. Алла есеп хисаптан не үшін, неге қылдың деген сұрақ қоятын болса, ол адам үшін өте қиын болды дейді. Демек, Алла сұрауы, Алланың сұрағы білмей қалғандық емес. Ол адамға үстемділік көрсеткендігі,
немесе Алла өзінің құдіреттігін көрсеткендігі, немесе сол неге деген сұрақ қойылса, ол адамға азаптың бір түрі ол. Сол азап беру үшін, қинау үшін, немесе тағы бір басқа Алланың өзінің хикматы бар, неге, не үшін екендігін сол үшін қойып жатыр, білмегендік емес. Алла тағала тақ, өтір, таухид. Алла тағала жұп нәрселер жүрмейді. Жұп нәрселер жүрмейді. Жұп нәрселер Аллаға жүрмейді. Тақ. Ал білу, білмеу, екеуі ол жұп нәрсе. Біреуі ғана болады. Білуі ғана болады. Үлкен кіші, ұлық емес, ұлық жүреді, ұлық емес жүрмейді. Инналлаха өтірун ва юхиббул өтір. Алла тағала тақ, және тақты жақсы көреді деген хадис бар. 7 қасиетті сандай осы негізі хадистің мағынасын алған. Бірақ именно 7 емес, 3-те, 5-те хадистің негізі бойынша тақ сан жақсы, Алла тағала жақсы көреді. Алланың өзі тақ, таухид, тақты жақсы көреді деген хадис бар. Сол үшін жұп нәрсе тілемейді, білу білмейді. Сол үшін сол имам Абдул-Азиз Макки рахматулла алейхиге осылай деп сұрақ қойған кезде, имам Абдул-Азиз Макки рахматулла алейхи осылай деп жауап берді. Алла тағалаға илім деген сөз сетілген кезде жахил деген сөз сетілмейді. Және жахилдікті жоққа шығаруменен Алланы мақтандырылмайды. Сен Алланы мақтасаң, Алла тағала бүкіл нәрсені біледі, Алла білуде ешқандай жаңағыдай тосқауыл шегі жоқ деп Алланы илімімен мақтайсың. Жахил дегенді Алладан алып тастаумен мақтамайсың. Алла тағалада жахил деген сипаты жоқ, Алла жахилден алыс, жахилдік деген сөз деп олай Алланы мақтамайсың. Алланы ұлықтық сипаттарымен мақтайсың да, ұлық емес сипаттарды Алладан жоқ қылуменен мақтамайсың. Түсінікті ғой? Енді мақтау және сана деген бар, оның айырмасы бар, ол өзінше бір тақырып болады. Имам Абдул-Азиз Макки рахматуллахи осылай деп айтты. Сол үшін сіз ойламаңыз, сіз егер Алла тағала бірдеңені сұраған болса, ол білместіктен сұрады деп. Себебі жахил деген білмей қалу деген сөз Аллаға сетілмейді. Пайғамбарлар, Алла тағала өзінің пайғамбарлары, періштелері, иман келтірген момын мұсылман пенделерінің барлығына Алла тағала илім деген сипат берді. Және сонымен қоса оларға жахалат, жахилдік деген жахилдікті де берді. Пайғамбарлардың білмей қалған жерлері болды. Білмеймін деп сұрақтарға жауап берген. Біздің пайғамбарымызда білмеймін деген жерлері өте көп. Қиямет қашан болады деп сұрады Жибрил алейхиссалам. Білесіздер, Муслимнің риуаятында келді. Жибрил алейхиссалам адам суретінде келіп пайғамбарымыздан сұрады. Қиямет қашан болады деді. Пайғамбарымыз білмеймін деді. Білмеймін деді. Періштелер Жибрил алейхиссалам білмеймін деді. Ғайыпты білмейтін, қысқасы қанша жерден періште болсын, қанша жерден пайғамбар болсын, қанша жерден иман келтірген болсын, оларда жахилдік, яғни білмеу деген нәрсе бар. Оларда білмей қалу деген нәрселер бар. Білмей қалу деген нәрсе бар. Алла тағала әрбір мақлұққа қанша илім білген болса, жахилдік, яғни білмей қалу деген нәрсе ол адамнан таза болып қалмайды. Ол адамда білмей қалу деген нәрсесі де болады деп сол мәжілісте жауап берген. Сол мәжілісте имам Шафиғи мен имам Абдул-Азиз рахимахулла сол мәжілісте бірге болған. Алла тағаланың илім деген сипаты, Алланың илім деген сипаты Мүлк сүресі 14-ші аят. Мүлк сүресі 14-ші, Табарак сүресі, Мүлк сүресі 14-ші аятта Әлә я'ламу ман халақа ва хувал латифул хабир. Айтыңдаршы, Алла тағала өзі жаратқан нәрселерді білмей қалады ма? Алла тағала әлбетте міндетті түрде ол нәрсені біледі. Алла тағала бүкіл нәрсені хабардар, яғни бүкіл нәрсені біліп отырады. Ан'ам сүресі 59-ші аят. Ан'ам сүресі 59-ші аят. Ан'ам сүресі 59-ші аят. Ва индаху мафатихул ғайби ла я'ламуха илля хуа. Алла тағалада ғайыптың кілті Алла тағалада, және сол ғайыпты Алла ғана біледі, ешкім басқа білмейді. Ва я'ламу ма фил бахри фил барри вал бахр. Құрықтықта, судадағы, теңіздегі бүкіл нәрсені біледі. Ва ма тасқуту мин варақатин илля я'ламуха. Ағаштан бір жапырақ түсетін болса, оны да Алла біледі. Ал қазір әлемде қанша ағаштар бар, қанша жапырақты түсіп жатыр, сен білуі мүмкінсің осы жерде, үйіңдегі ағаштарды. Басқа қалада, басқа мемлекетте, қанша жерде қанша жапырақ түсіп жатқан сен білмейсің. Алла біледі. Алла біледі. Вала хаббатин фи зулуматил барри вала ратаби вала ябисин илля фи китабин. Қанша дән жердегі, қараңғы жердегі дәнді,
құмырсқаны да бүкіл нәрсені Алла тағала біледі, және соның барлығы ашық болған. Алла тағала бүкіл тағдырға бүкіл бәрін нәрсені жазып қойған. Алланың қалауынсыз ештеңе болмайды, бәрі Алланың қалауымен болады деген. Ан'ам сүресі 6-шы аят. Ан'ам сүресі 6-шы аят. Ва хуаллази ятаваффакум биллайли. Алла тағала түнде болып жатқан, түнде сендерді бұл дүниеде алып кеткен, түнде болған нәрселерді де біледі. Ва я'ламу ма жарахтам бин-нахар. Күндіз қылған, амал қылған істеріңді де Алла тағала біледі. Сумма яб'асукум фихи. Кейін Алла тағала сендерді қайтадан тірілтеді. Лиюқда аджалун мусамма. Не үшін? Шектелген, бекітілген уақытқа амал қылу үшін. Мысалы, бір адамға 30 или 40 деген жас жазылып тұр, сол уақытта Алла тағала алып кетеді. Не үшін? Сол тағдырда жазылған, Алланың жазылған кітабындағы өзінің қалаған нәрсесі болу үшін. Сол нәрсе болу үшін Алла тағала сол уақытында үкім береді, сол адамның жаны бұл дүниеден алынады. Ала я'ламу ман халақа. Бүкіл нәрсені Алла тағала біледі, өз жаратқан махлуқтардың барлығын Алла тағала біледі. Алла тағала бүкіл махлуқтың барлығын біледі, ал махлуқтар өздері қайсы бір нәрсені білсе де білмей қалатын жерлері бар, және жахилдік сипаттары да бар жерлері болады. Алланың илм деген сипаты камал, және Алланың камал болған сипатында ешқандай шек жоқ. Имам Тахауи рахимахулла, илм деген, енді имам Абу Ханифа рахимахулла айтты ғой фиқл акбарда бұл жерде. Алла тағала келер шақта да өткен шақ бәрін біледі деді. Бәрін біледі. Имам Тахауи рахимахулла сол Абу Ханифа рахимахулланың сөзін қуаттап мынандай бір сөздерді айтты. Алла тағала пайда болатын, пайда болып кеткен нәрселерді де біледі. Кейін ертеңгі күні о дүниеде не нәрселер болады, соның барлығын да біледі. Бар болған, жоқ болған нәрселерді де біледі. Дәлел қатары Хадж сүресі 1-ші аят. Хадж сүресі 1-ші аят. Хадж сүресі 1-ші аятта Алла тағала инна зилзата саати шайун азим. Қияметтің зілзаласы үлкен нәрсе деді. Қиямет болған жоқ. Қиямет әлі болған жоқ қой. Қиямет болған жоқ. Бірақ Алла тағала не деп отыр? Инна зилзата саати шайун азим. Иза зулзилатил арду зилзалаха ва ахраджатил арду асқала. Зілзала болғанда жер өзінің астындағы нәрселерін шығарады. Болған жоқ қой бұның біреуі. Бірақ айтып отыр Алла тағала. Өтіп өткен қанша ғасыр бұрын қауымдарын, Фир'аун, Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам оқиған бүкіл өтіп өткен нәрселерді айтып отыр. Өтіп өткен нәрселерді біледі. Және келерген нәрселерді біледі. Қиямет күнінің белгілерін айтып отыр. Иза зулзилатил арду зилзалаха ва ахраджатил арду асқалаха ва қалал. Инсан сол кезде не деп айтатынын да айтып отыр. Ва қалал инсан ма лаха, не болып кетті дейді. Хадж сүресінің 1-ші аятында не дейді? Инна зилзата саати шайун азим. Білесіңдер ме? Қияметтің зілзаласы өте үлкен нәрсе. Басқа да сүрелерде сұрнай үрілген кезде, сол жаңағы қияметтің зілзаласы болып отқан кезде әйел адам өзінің баласын емізіп отқан кезде баласын лақтырып жібереді. Жас балдар сол мезетте сол дауысты естіген кезде шал болып кетеді. Жас жігіттер сол дауысты естіген кезде шал болып кетеді, сол секундтың ішінде шал болып кетеді. Шаштары ағарып, түрлері беттері әжім болып, кәдімгідей 60-тағы 70-тегі шал секілді кетеді. Бірақ жасы 30-да, 20-дағы бола. Ана қанша есе өзінің баласына мейірімді, бірақ сол дауыс естігенде баласын лақтырады кәдімгідей. Емізіп отқан баласын лақтырып жібереді. Соның бәрін Алла айтып отыр, бірақ әлі болған жоқ ол нәрселер. Демек, келергі нәрсені білетіндігіне осы аяттар дәлел. Имам Тахауи рахимахулла осы нәрсені алып келді. Анфал сүресі 23-ші аят. Анфал сүресі «Валау алималлаху фихим хайран ла асмаахум». Егер Алла тағала оларда хайр бар екенін білгенде, Алла тағала оларға естіртетін еді. Бірақ Алла естірткен жоқ. «Валау асмаахум». Егер Алла тағала оларға естіртсе, ла тавалла, олар қашып кететін еді. «Ва хум му'ридун», бас тартып. Мысалы, бізге естуге болмайтын, бізге білу қажеті жоқ нәрселер бар. Қабірдегі дауыстар, періштелердің және жындардың негізгі бейнесі, періштелердің, оның барлығы бізге білудің, көрудің, естудің қажеті жоқ болған нәрселер. Рухтардың қиналып жатқан, Сахи Бухариде келген хадисте бір адам қайтыс болады. Бір адам қайтыс болғанда, енді
адамдар жылайды, оның тума туысқандары қаламайды, жылайды, бірақ сол жылауыменен ол адамды 3 күн кешіктірумен ол адамға зиян беріп жатыр. Ол адамға азапты туысқандар беріп жатыр. Ол әлі қабірге түскен жоқ, қабірдегі сұрақтар болған жоқ, одан қалай өтеді, ол бір Алла біледі. О дүниеге болады, махшарда жағдай қалай болады, сосын ол тозаққа бара ма, ол бір Алла біледі. Ол жақтағы азап, қиыншылықты айтпай-ақ қояйық. Туысқандары, жылап атқан туысқандары өзінің әкесі ме немесе анасына азап беріп жатыр 3 күн ұстауыменен. Сахи Бухариде пайғамбарымыз айтты, сол адам өлген кезде рухы, жаны шығады да денесінің айналасында шырылдап жүреді. Қадимуни, қадимуни, тезірек апарыңдаршы, үйіме апарыңдаршы, үйі бәйт дейді қазақтарда. Араб тілінде бәйтун деген үй. Бейтке алып барыңдар деп айтады. Сол осы нәрселерді тек қана жындар мен инсан ғана естімейді. Қалған мақлуқтардың бәрі естиді. Демек бізге керек жоқ. Егер ол нәрсені еститін болсақ, ол нәрселерді білетін болсақ, ол нәрселерді көретін болсақ, біз бас тартып кетеміз. Көп нәрселерден сенбей кетеміз. Күфрге барулар, сондай күнә іске барып қоятын жерлер өте көп болғандықтан Әнфал сүресі 23-ші аятта Алла Тағала осы нәрселерді білдірткен жоқ. Ғайыптарды Алла Тағала білдірткен жоқ. Кейбір мәселелерді бізге білудің қажеті жоқ. Бірақ бір адамдар жоқ, мен білемін деп, сонда да бір адамдар не істеп жатыр? Білгілер келеді. Ан'ам сүресі 28-ші аят. Алла Тағала егер оларды қайтаратын болса, олар күнә істеріне қайтып барады деді. Кейбір адамдарды Алла Тағала инвалид қылып қояды. Бір адамның қолы жоқ болған, біреудің аяғы жоқ, біреудің тағы бір нәрсесі. Алла Тағала айтып жатыр, егер Алла оларға өзінің берген, алып қойған нығметін қайтып беретін болса, олар күнәға қайтып барушы еді. Сол үшін Алла өзінің берген нығметтерін кейбір уақытта алып қояды да қайтып бермейді. Ал кейбірде Алла Тағала бір мақлуқтан, бір адамнан өзінің берген нығметін алып қояды да қайтып береді Алла Тағала. Алла біледі, ол адам күнәға, харамға бармайтын, қайтып береді оған, қолын қайтып береді оған. Қолы өсіп шығады, тағы бірдеңе болады, немесе бір мүшесі істен шығып кетеді, жұмыс істемей қалады, кейін Алланың қалауымен жұмыс істеп кетеді, бар болып қалады, өмір сүріп кетеді деген секілді. Ал Алла Тағала біреулерден кішкентай кезден алып қояды, немесе орта жасқа келгенде, немесе қара жасқа келгенде алып қояды. Қанша жақсы адам болса да, аяғын алып қойды бір адамның, қолын алып қойды, құлағын алып қойды, тағы басқа бір мүшесін алып қойды. Қайтып Алла оған бермейді. Неге? Күнәға барып қойды. Ол нәрсені Алла ғайып, Алла сол нәрсені біліп жатыр. Алланы біледі, сол үшін Алла Тағала Ан'ам сүресі 28-ші аятта, егер оларға сол берілген, алып қойынған нығметтер қайтып берілсе, қайтарылған, тыйым салынған істеріне қайтып барып қалушы еді. Сол үшін Алла алып қойған нығметін қайтып бермейді оларға деді. Алланың осы ілім деген сипаты осында жатыр. Яғни келергі шақты да, өткен шақты да, ғайыпты да, және осы кезде ғайып болып жатқан, параллельно ғайып болып жатқан нәрселерді де Алла Тағала біледі. Енді осы сипаттар рауафиздерге, қадария деген адасқан бір топтар бар. Рауафид деген адасқан топтары, шиалардың бір түрлері олар. Осылардың ақидаларына болып жатқан жауап. Ан'ам сүресі 28-ші аят. Олар айтты, Алла Тағала енді пайда болатын нәрсені білмейді, бірақ болуы мүмкін дейді. Қадариялар және рауафиды, осылардың ақидалары бойынша Алла Тағала енді пайда болатын нәрсені білмейді деген олардың ақидалары бар. Сондықтан жауап қатары Абу Ханифа рахимахулла мәтінде айтты, оған Мулла Али-Қари рахимахулла Ан'ам сүресі 28-ші аятты Алла Тағала дәлел қылды. Осы сүренің толығыменен, Қиямет сүресі, Зилзала сүресі, жаңағы аяттардың барлығы, Хадж сүресі, Ан'ам сүрелерінің барлығы Алла ғайыпты, келерге нәрселердің барлығын білетіндігіне Алла Тағала айтып жатыр. Ақидамыз дұрыс болуға және адасқан фирқалардан алыс болуға Алла бізге бәрімізге тауфиқ берсін. Ахир дауана анил хамдулиллахи раббил алемин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.